Сәлем, енді мен сізге қарғыс атқан арал деп аталатын 2020 жылдардағы қорқынышты фильм туралы айтып беремін. Тамашалаңыздар. Стоун есімді қыз қайтыс болған анасын еске алып, әдемі теңіз туралы әңгімелейді. Бұл жай ғана қуанышты естелік. Өйткені Стоун шын мәнінде шалғай аралда орналасқан ең қорқынышты түрмеде отыр. Ол қызметтен кеткеннен кейін оққағар болып жұмыс істеген сенатордың отбасын өлтірді деп айыпталуда. Брукс есімді дәрігер қызға кейбір медициналық тәжірибелерге келіскені үшін өлім жазасын өмір бойына бас бостандығынан айыруға ауыстыруды ұсынады. Ол олардың ұсынысына келісетін сотталушылармен не болып жатқанын көргенін айтады. Ол мұндай нәрсеге келіскеннен гөрі өлім жазасына кесілгенді жөн көреді. Стоун оны қайтадан камераға апарады. Сонда ол өзінің жаңа камераласымен танысады. Жаңадан келген қыз сенатордың өліміне қатысты тым көп сұрақтар қоя бастайды. Бұл Стоунның ашулануына себеп болады. Содан кейін сотталушы пышақты суырып алып, Стоунға шабуыл жасайды. Бұл қыздың аяғын жарақаттайды. Бірақ арнайы жасаққа қызмет ету кезінде үйренген дағдылары өзін сезінеді. Ал қыз қатыгез тұтқынды еш қиындықсыз залалсыздандырады. Күзетшілер пайда болғаннан кейін Стоунды ауруханаға апарады. Онда көптеген науқастар жатыр. Стоунға жай қарамайтын Леннон есімді күзетші медбикені жұмысқа кірісуге мәжбүрлеуге тырысады. Ол бастапқыда қыздың жарасын тігуге онша құлшыныс танытпайды. Өйткені ол жақын арада оның өлім жазасына кесілетін күні және оған дәрі-дәрмек жұмсаудың мағынасы жоқ деп санайды. Бірақ күзетші басқаша талап етеді. Ал әйел ауруды басатын дәріні қолданбай-ақ операцияға кіріседі. Содан кейін аралда қымбат дәріні сатады. Содан кейін лазарет медициналық тексеру кезінде зертханадан қашып кеткен тағы бір тұтқында келеді. Ер адам өзін нашар сезінеді. Бірақ оған нақты не болып жатқанын ешкім түсіне алмайды. Түнде науқастың жағдайы нашарлап, тіпті медбике оның әлі тірі екеніне таңғалады. Оның денесінен жағымсыз иіс шыққандықтан, ол оны мәйіт қапшығына салып, сыртқа шығаруды бұйырады. Стоун аз уақыт ұйықтап қалады да, оянғанда науқас тұтқынның басқа науқасты жеп жатқанын байқайды. Кенеттен Леннон пайда болып, қыздың аузын жауып, оны ақырын ауруханадан шығара бастайды. Шығудың ортасында тағы бір науқас айқайлай бастайды. Бұл жұқтырған адамды қашқындарды байқап, оларға адамгершілікке жатпайтын жылдамдықпен жақындай бастайды. Соңғы сәтте жұқтырған адам оларды қуып жетіп, күзетшіні ұрады. Стоун мылтығын алып, басынан атып, қартты құтқарады. Содан кейін күзетші қалған қызметкерлерді күзетте ұстау үшін дабыл қағады. Осы уақытта ауруханадағы науқастар зомбиге айнала бастайды. Олардың бірінші құрбаны Стоунға қараудан бас тартқан медбике. Бұрын Стоунды өмір бойына бас бостандығынан айыруға келісуге көндіруге тырысқан Брукс қобалжып. Кроу есімді бас бақылаушыға қоңырау шалып, бүкіл аралдың материкпен байланысын үзгенін және олардың бұғатталғанын хабарлады. Ол әйелдің шектен шығып кеткенін ашуланып хабарлайды. Хлоя, аты жөні бойынша, әйелдер блогының көшбасшысы. Ол күзетшілерден не болып жатқанын білуге тырысады, бірақ олар одан артық ештеңе білмейді. Осы кезде күзетшілердің бірінде аурудың белгілері байқала бастайды. Бірнеше секундтан кейін ол толығымен реинкарнацияланып, серіктестеріне шабуыл жасайды. Түрмеде нағыз хаос басталады. Блоктан шыға алатындар аз, ал үлгергендер таспен күзетшіні кездестіреді. Ас үйге кіргеннен кейін топ кездейсоқ жұқтырған аспазға тап болған тұтқыннан айырылады. Содан кейін аман қалғандар директордың кабинетіне жетеді. Ол өзі мұнда не болып жатқанын әлі толық түсінбейді. Кроу Вудхаус есімді күзетшіге тұтқындарды атуды бұйырады. Бірақ олар аман қалу үшін бірігу керек екенін тез түсіндіреді. Ал қазір тұтқындардың көпшілігі түрмеде отырған сияқты. Содан кейін Стоун эксперименттерге жіберілетін адамдардың медициналық карталарын байқайды. Олардың арасында бұған келісім бермеген Стоун картасы да бар. Тұтқындарды эксперименттерге мәжбүрлеп жібереді екен. Қыз болып жатқан оқиғалардың бәріне қорқынышты эксперименттердің бастамашысы болған Кроу кінәлі екенін тез түсінеді. Рас, қазір дауласуға уақыт жоқ. Өйткені Стоун мейірімді доктор Бруксқа қауіп төніп тұрғанын байқайды. Ол оған көмекке барады және жолда электр қуатын қайта қосу үшін сақтандырғыш қорабына кіруді шешеді. Сол жерде ол апаттық шамдарды қосады. Содан кейін жұқтырған қыздар тобымен кездеседі. Бір қарағанда, олар жарықта болған кезде қозғалмайтын болып көрінеді. Бірақ көлеңкелер оларға түскен бойда зомбилер қайтадан қозғала бастайды. Содан кейін Стоун Бруксты құтқарады және олар бірге директордың кабинетіне оралады. Онда тірі қалғандар арасында келіспеушіліктер пайда болады. Топ қазір түрмеден шығу қауіпсіз бе, жоқ па? Соны талқылап жатыр. Өйткені аралдағы адамдар қазірдің өзінде жұқтырған болуы мүмкін. Стоун зомбилер жарықтан қорқатындықтан таңертең жүгіруге тырысқан жөн деп болжайды. Алайда баратын жері жоқ екені тез белгілі болды. Өйткені аралға керек жарақ жеткізетін қайық аптасына бір рет қана қалады. Кенеттен Леннон ауырып, иіліп, оны жұқтырып, өзгере бастайды. Стоун Брукстан оған әрқашан жақсы қарайтын күзетшіге көмектесуін өтінеді. Бірақ Леннонға көмектесудің жолы жоқ екені белгілі болған кезде
Стоун оның қайғы қасіретін тоқтату үшін оның басынан атып тастайды. Содан кейін топ аралдан аман қалғандардың түрмеге кіруге тырысып жатқанын байқайды. Шамасы бұл жерде қауіпсіз деп болжайды. Топтың көпшілігі адамдарға көмектесуден бас тартады. Бірақ Хлоя мен Кроу басты қақпаға қарай бет алады. Өйткені олардың аралда туыстары бар. Бұл кезде таң атып, күн сәулесі түседі. Топ қақпаны ашқанда, көпшіліктің арасында күндізгі жарық сөзге мүлдем кедергі келтірмейтін жұқтырғандар бар екені анықталды. Нағыз бона басталады. Онда аққұба жас қыз құтқарылады. Директордың кабинетіне оралғанда, Стоун қысқа уақытқа бақылауды жоғалтады. Брукс қыздан тағдырымен қалай келісе алғанын сұрайды. Оның айтуынша, бұл енді маңызды емес, өйткені ол бәрібір өледі. Сондай-ақ, қыз сенатордың әйелі мен қызын үнемі ұрып-соғып жүргенін көргенін айтады. Ол оған енді олай жасамауды ескертті. Бірақ келесі күні ол отбасын өлтірді. Ал Стоун бәріне кінәлі болды. Осы уақытта Вудхаус тұтқынмен бірге құтқару жоспарын ойлап табуда. Атап айтқанда, материкпен байланысуға тырысу, тікұшақ шақыру және қалған тірі қалғандарды зомби жемі ретінде пайдалану. Кроу өз кабинетінде медициналық карталарды оқып, медициналық тәжірибелердің жазбаларын қарап отыр. Осы кезде оған бәріне өзі кінәлі екенін түсінеді. Әйел Стоунға барлық ауруларды тәжірибе арқылы емдегісі келетінін айтады. Ол сондай-ақ аралдан тікұшақпен шығуға болатынын, бірақ материкпен байланыс үзілгенін хабарлайды. Стоун байланыс үшін күзетшілер электрлік орындықтар үшін пайдаланатын генераторлардың батареяларын пайдалануды ұсынады. Содан кейін Кроудың Лиза есімді жұқтырған әпкесі кабинетке жасырынып кіреді. Стоун оны атып тастағалы жатыр. Бірақ Кроу одан бұлай жасамауын өтінеді. Өйткені әйелдің жаны әлі де бар сияқты, бірақ ол агрессияны жеңе алмайды. Осы уақытта тірі қалғандар орналасқан блокқа көбірек жұқтырғандар кіруге тырысуда. Олардың назарын аудару үшін Вудхаус серіктесін нокаутқа түсіріп, оны зомбиге қарай лақтырып жібереді. Топ біріккенде Вудхаус тұтқынмен бірге тірі қалғандарға қару-жарақ нұсқап, оған тікұшақ шақыруды талап етеді. Ал ол оның орнына барлығын азаптан құтқарады. Кенет Стоун серіктесін қарусыздандырып, күзетшіні Лиза тістеп алды. Бірден дерлік, не істегенін түсінбей тұрып, ер адам зомбиге айналады. Ал Хлоя оны электрлік орындыққа итеріп жібереді де, ол өледі. Өкінішке орай, мұндай процедурадан кейін генераторлар жанып кетеді. Топ түрмеден шығуға болатын басқа шығуға барады. Бірақ олардың алдынан жұқтырған адамдар тобы шығады. Бұл олардың әрі қарай жүруіне кедергі келтіреді. Олардың бірі өз еркімен алға шығып, зомбилерді алысқа апаруды шешеді. Бірақ қызды көп ұзамай тістеп алады және оның бір ғана жолы бар екенін түсінеді. Біраз уақыттан кейін топ материкпен жедел жәрдем желісіне жетеді. Ал Кроу байланысқа шығады. Тірі қалғандардың таңқаларлығы әйел тікұшақты шақырмайды. Керісінше, бәрі бақылаудан шығып кетті және аралды тез арада жою керек дейді. Көп ұзамай оны әпкесі тістеп алады. Олар бірге өледі. Содан кейін жұқтырғандар пайда болады және топ әртүрлі бұрыштарға шашырап кетеді. Тірі қалғандардың кейбірі бірден өледі. Ал кейбіреулері аққұба қызды абайсызда атып тастағаннан кейін ақымақ қателік үшін Брук сияқты өледі. Стоун осы уақытта өзінің камераласымен кездеседі. Ол оған кек алуға уәде берді және ол іс жүзінде мұны істей алады. Бірақ Хлоя уақытында келіп Стоунды құтқарады. Тірі қалған 3 қыз шыға беріске жетіп, зомбидің назарын жалғыз өзі аударуға батылы барған электрлік орындықтағы тұтқынды кездестіреді. Осы сәтте аққұба оның жұқтырғанын білгенде қатты қорқады. Хлоя 1 секундқа алаңдап, оны тұтқын тістеп алды. Ол өлмеген болып шықты. Әйел жас қызды құшақтап, жалаңаш сымдарды ұстап, Стоунға жүгіруді бұйырады. Өйткені жұқтырған адамдар барлық жерден шуға жүгіре бастайды. Стоун ақыры түрмеден шыға алады. Қарулы адамдар оған дереу жүгіріп келіп, оның қолына кісен салып, тікұшақ қондырады. Қыз анасын тағы да есіне алып, құтқарылғанына қуанады. Бірақ індет жұқтырған Стоунның жанынан өтпегені белгілі болды. Фильмнің соңы. Енді біздің жасаған еңбегімізді бағалап арнаға тіркеліп, лайк басып кетіңіз. Келесі видеода кездескенше.